алмаймын, бірақ Instagram парақшасынан Тимурды көрдім, иә, сол үшін. Бізде Тимурды алдында бір ақпарат шыққан болатын, сыртта қыздармен сөйлеседі деген сияқты. Соған қалай қарайсыз, негізі өзіңіз қызғаншақсыз ба? Қызғаншақ емеспін, но барлығы орнымен болған дұрыс деп ойлаймын. Былайша айтқанда, қыздармен көп сөйлеседі да бұл кісі? Енді ол жағын көре жатармыз. Назым, сіз андай нақты айттыңыз ғой, қыздармен көп сөйлеседі деп. Сіз только ақпарат туралы білесіз, мен ол жерде ақпаратты айтып кеткен болатынмын. Мен ол адаммен сөйлескенімді мойындаймын, бірақ ол ақпарат бірнеше ай бұрын сөйлескенмін ол адаммен деп. Бізде сіз айтып отырсыз просто көп сөйлеседі деп. Негізі ол ақпараттар енді сене бермеңіз ондайға. Если мен бір өзім адамды тауып, осы менікі деп қарайтын болсам, мен ешқандай адаммен сөйлеспеймін. Саламатсыз ба Балауса ханым, қайырлы күн. Енді Тимур айтып жатсың ғой, енді мен барлығын түсіндіріп айтып кеттім дегендей. Енді ол жақта бәріміз көргендей, Балауса ханым номер нақты Тимурдың номері болып тұр. Мен де енді өзімнің сәл қызығушылығыммен енді сол номерді қарап, өзімнің телефонымнан Тимур сохранить еткен номерді тексеріп көрген болатын да. И расымен де ол Тимурдың номері болып тұр да, Балауса ханым. И оны Тимур бүйтіп жоққа шығаруын қажет жоқ. Мен өзімді адам тапқанша деген сияқты. Сен сонда өзің адамыңды тапқанша, получается, сыртта сөйлесіп жүре бересің ба деген сұрақта саған. Жоқ, ол жерде Нұрсұлтан кез келген адам мына жерде отырғаннан кейін таныс не ретінде сөйлесу мүмкін. Бізде ол жерде диалогта бір махаббат туралы, бір ұнату ондай болған жоқ қой, кездесу ешқандай да. Жоқ, енді сен жобаға келетін кезде саған барлығын түсіндіріп айтады. Бұл жақта ондай жоба шартына қарсы нәрселерін барлығын түсіндіреді да, Балауса ханым. Сен түбегейлі жобаның шартын бұзып жатсың, Тимур. Ол жақта мейлі привет қалайсың деген сөз болса да, сен қызбен диалог құрып отырсың. Ал сен бұл жақта үміткер күтіп отырсың, Тимур. Ондай нәрсе болмайды, просто сәл өзінің андай көрсе қызарлығынды сәл қойса, негізі жақсы баласын. Аруна. Қош келдіңіз, Дана. Өте әдемі қыз екенсіз. Енді ертең тұрмыс құрып жатсаңыз, сонда сіздің қызыңыз өзіңізбен бірге тұрады, иә? Иә, әрине өзімен бірге. Егер де сіздің жаңа ер азаматыңыз бала тәрбиесіне араласып жатса, арада кикілжің туып жатса, оны қалай шешпекшісіз? Ол жағына жауап беру өте қиын, бірақ қыз баласына әкенің тәрбиесі ол өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Осы тұста Тимурға сұрақ қойғым келіп тұр. Қыз баласының тәрбиесіне ертең 6 жасар қыз уже мектеп табалдырығын аттаған балада, сен оған дайынсың ба? Сразу тәрбие беруге, қамқорлығын алуға, ондай дүниеге? Мен ойлаймын енді, егер 6 жасар болса, уже 6 жасар қыз, есін біліп қалған қыз, ол мен тәрбиемді қабыл ет деп айта алмаймын. Бірақ енді алдағы уақытта бірге болып жатқан жағдайда ақылымды, кеңесімді айтып отыра аламын. Бірақ андай бір қатты кетіп, ұрысып, ондай мен ойлаймын, егер олай істейтін болсам, бұл адам мені қабылдамайды деп. Мен үміткер ханымға сұрағым бар еді, Балауса ханым. Дана ханым, қош келдіңіз. Енді біз ер балалар андаймыз ғой, барлығын қабылдай береміз деп айтамыз да, бірақ та ішкі түйінімізде бір сұрақ болады. Мысалға, сіздің қызыңыз бар. Ертең болашақта Тимурдан бір баласы, ол қызы туылып жатқан жағдайда, сол сіздің бірінші қызыңыз вниманиясыз қалып қалмайды деп ойлайсыз ба? Вниманиясыз қалып қалады деп ойламайсыз ба? Жоқ, ойламаймын, өйткені уже есі кіріп қалған қыз, ол барлығын түсінеді, жақсы тәрбие алып жатыр. Жоқ, ол жақта жақсы тәрбие емес, просто Тимур ертең өзінің баласы туылған кезде, сол қыз, сіздің қызыңыз сәл шеттетіліп қалатын сияқты менің ойымша да, Балауса ханым. Себебі әр адам өзінің баласы туылғаннан кейін, бәрібірде ол бала сәл өзінің көзіне ыстық болып көрінеді да, и сәл шетіңкіреп қалатын сияқты. Жоқ, сіз қателесіп тұрсыз. Балауса ханым. Уақыт көрсетеді. Қателесіп тұрсыз деп жатсыз ба? Қате пікір деп ойлаймын. Өйткені егер әр бала негізі өз орнымен ғой, Балауса ханым. Негізі айтып отқан жаны бар сөзінің. Но бірақ мен ойламаймын, өйтіп, егер өзіміздің баламыз келіп жатса, шеттетіліп қалады. Бәріне бірдей қарауға тырысамыз. Нұрсұлтан, сіз неге олай ойлайсыз? Неге ойлағанда, мен Балауса ханым, енді кезінде білесіздер, үміткерді болып келдім, баласы бар қыздарға. Себебі, кейінде мен өзім ішкі түйінім, Балауса ханым. Мен болашақта, мысалға, баласы бар әйелді алсам, мен кейін өзімнің балам туылған кезде ана бала вниманиясы қалып қалмай ма деген сондай бір сұрақ ішімде түйіндетті ташы. И сол себепті де болашақта да қазір енді қызым бар дегеннен кейін, сол өзімнің ойымнан өткізген тарапты мен сұрақ қылып қойып жатқаным бар.
Балауса ханым, Нұрстанға айта кетейінші, негізінде мен ойлаймын, ер азаматтың өзіне байланысты депші. Сен мысалға егер де сондай жауапкершілікті ала алмасан, значит сен әлі кішкентай баласың деген сияқты. Сонда сенің ойын бойынша баласы бар, ажырасқан қыздар тұрмыс құрмауы керек па? Екінші рет қалай сонда болады? Мен ойлаймын, негізі Тимур өте жауапкершілігі мол ер азамат. Ол біріншіден, екіншіден сен айтып жатсың ғой, сол номермен сөйлесті деген сияқты. Тимур оны жасырған жоқ, айтып жатыр, я сөйлестім, ол менің коллегам, ол жерде кездесу де болған жоқ деп, я Тимур айтып кеттін. Және де мен ойлаймын, енді саған қарағанда сен де